1688 қосымшасын жүктеу үшін жаңа посттың басты бетіндегі 1688 батырмасын басасыз. Басқаннан кейін сізде мына дәл осындай сайт ашылады. Бұл жерде 1688 туралы ақпараттардың барлығы көрсетілген, ал жүктеп алу үшін мынау скачать батырмасын басасыз. Тағы да бір рет скачать батырмасын басасыз, яғни App Store болса App Store, Play Market болса Play Market'тен шығатын болады. Міне біз App Store'a кірдік, енді осы жерден өзімізге жүктеп аламыз. 1688 қосымшасы сәтті түрде тіркелді, ал енді ішіне кіреміз, Open батырмасын басамыз. Басқаннан кейін, міне осы жерде сары жазуды басамыз, яғни келісемін деген. Бастық, барлығына рұқсат береміз. Енді міне сіз осымен 1688 қосымшасына кірдіңіз. Енді жоғарыдағы батырманы басу, мынау стрелканы басу арқылы ең бірінші бетке өтіп тіркелеміз. Ол үшін астындағы оң жақтағы жеке кабинетке өтесіздер. Өткеннен кейін тағы да астында осындай 3 батырма шығады. Соның үшіншісі жеке кабинеттің батырмасын басасыздар. Сары келісемін батырмасын басасыздар. Енді осы жерде осындай көк жазу шығады. Біріншісін таңдаймыз. Яғни телефон номері арқылы тіркелу. Автоматты түрде +7 шығып тұрады. Ары қарай сіз өзіңіздің байланыс номеріңізді жазасыз. Өзіңіздің байланыс номеріңізді жазып болғаннан кейін астында келісім шарт тұрады. Осы жерге галочка қоюыңыз қажет. Мұны біз қойдық. Ары қарай сары жалғастыру батырмасын басамыз. Сіздің телефон номеріңізға код келеді, осыны енгізетін боламыз. Міне осылай біз 1688 қосымшасына сәтті түрде Қазақстан номермен тіркелдік.